король. Ей, Арман! Ау, көке! Шал орақ қайда? Қандай орақ? Көкем орағын алып едім. Ал шөп тұрам деп алған. Затты алуды білесің. Қайтып әкеліп беруді білмейсің. Міне көке, өзім апарып берейін тұрғам негізі. Просто қол тимей жатыр. Ассалаумағалейкум көке. Алейкум ассалам. Ей, сен мынаны тасқа салғансың ба немене? Жүзі қайтып қалыпты ғой. Ой, орғанда жоқпын көке. Көкені шақырайын ба? Шақырсаң. О, көке, келсеңші карта ойнайық. Немене? Карта ойнайық дейм, 2-2. Ей, сен менің карта ойнағанымды қашан көріп едің, а? Жай ойнайма дегем ғой. Карта ойнағанша жұмыс істемейсіңдер ме? Жұмыс жоқ қой көке. Жұмыс бар болса істейсің да? Істейтін адамға тірлік жетеді қазір. Қаяқтың тірлігі көке. Жоқ қондай. Сізде айтады екенсіз. Негізі бар ғой көке. Біз жұмыс істемей-ақ бай болсақ болады ғой. Жеріміздің асты толған байлық, отырысымыз болса мынау түк жағдайымыз жоқ. Сендер осылай отыра берсеңдер, немене? Байлық жердің астынан өзі шығып келеді ме? Әрекетке берекет деген. Әрекет етпейсіңдер ме? Көке, сол әрекетін істейін десек, условия жоқ қой. Соны айтам. Ашығын айтқанда мына мемлекет бар емес па? Біз үшін еш нәрсе істеп жатқан жоқ қой. Ал сен сол мемлекет үшін не істеп отырсың? Әлде мына картаны да мемлекет үшін ойнап отырсың? Әй Бақош, сен андағы темекіңді қоям дегеніңе 10 жыл болды ғой. Қоям ғой жайлап, Құдай қаласа. 10 жылда бір темекіңді қоя алмай жүріп, бір күнде барлығын өзгерткің келеді ме сонда? Бар ма Ареке? Жоқ. Дана Абай не деді білесіңдер ме? Не деп та бекең? Есектің артын жудан мал тап деген. Қойыңызшы көке. Шілей артын жуды менген шығар еді. Жіберекті көкемде. Күлесіңдер, Сендер өстіп мәз болып отырғанда, біздің көшедегі аншама адам 2-3 малменен жағдайларын түзеп алды. Қойыңыз көке, қаяқтан ондай? Алысқа бармай-ақ қой, анау Сәрсенбайға қарасаңдаршы. Ойбу, Сәрсенбайдың 3 трактор бар ғой көке, шөп таситын. Ал сол тракторлар аспаннан салбырап түспеді. Бәрі де маңдай терінің арқасында келген. Болмаса анау Темірханға қараңдар. Ой көке, Темірханның 2 гектар жері бар ғой. 2 гектар жерім болса мен де істейтін едім. Істейді. Ей шырағым, сен 2 гектар жерде не қыласың? Бірінші мына есігінің алдындағы алақандай жерді игеріп алсаңшы. Бекерге арам шөп басып жатқан жоқ па? Сенің кім екеніңді мына үйінің сыртына қарап-ақ білуге болады. Болды көке, бастаймыз. Келесі жыл. Құдай қаласа. Пап, Не болды? ақша берші, мороженое жеймін. Ақша жоқ, күреге бар, басымды қатырмай. Бала өскенше қолыңа қарайды. Өскеннен кейін жүріп өткен жолыңа қарайды деген. О, Жарқынбек келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ареке, аяқ киіміңізді әкелдім. Әкелсең келсейші бері. Көріп отырсың ғой қол тимей жатыр. Ерігіп отыр дейді ғой деймін осы адам. Жүр, әсен. Кісі болып өткен қазір ол. Көке қалайсыз? Жақсы айналайын. Өзіңді амансың ба? Аман есен шүкір. Ареке, міне, өзіңіз айтқандай, табанын қалында оқып тіктім. Не қатырдың көрейік. Қалайсыңдар жігіттер? Зор ғой. Қалай, брат? Жәке келсей, бір-екі ойын ойнап тастайық. Жоқ, уақыт жоқ. Шаруа бастан асады. Айтпақшы Бақош, сен өткенде ана аяқ киімнің ақшасын бермедің ғой? Жәке, не болды? Берем ғой, апашкин пенсиясы түссін. Айдың аяғына берем ғой. Жарайды. Бұл айтта күтіп көрейік. Не ғой, братчика, мен де мынаның ақшасын қатының айлығынан берейін, е? Жарайды, Ареке. Көп күттірмесеңіз болғаны. Қатының айлығы қалай түседі, сразу берем.
жарайды. Жақсы көке. Ай Жарқынбек, Ау, қаражаттан қысылып жүрсең, айт, ұялма. Көмектесейін. көке. Көмегіңіз? Құдайға шүкір, кәсібім бар. Мына екі қолдан біраз нәрсе келеді. Жұмыс болса қайнап жатыр. Өзімдікі өзіме жетеді. Ниетіңізге рахмет, көке. Мейлі. Аман болыңыз. Жарайды, аман бол. Жақсы. Мен Азамат. Ал? Енді қандай сылтау айтар екенсіңдер? Мына отырыстарыңа ұялсаңдар етті. Өздеріңше Жарқынбекті менсінбейсіңдер. Қайта аяқ қолдарың сап-сау бола тұрып, тірліктің көзін тауып істей алмай отырған мына сендер. Өй,